Сәлем достар. Жаңа аудио кітаптарды өткізіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды өтінеміз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. 10-шы ереже. Кешегі болғанның бәрі кешегі күнде қалады. Бүгін біз жаңа нәрсе айтуымыз керек. Адамдар жаңаны жақсы көреді. Себебі олар жаңа, тірі және үмітті. Дегенмен бұл да қорқынышты. Өйткені ол белгісіз және тәуекелге толы. Адам ескі мен жаңаның арасындағы қайшылықта өмір сүреді, ол ешқашан тілекті тоқтатпайды. Біз ескіден әрі қашамыз, әрі оны паналаймыз. Себебі оны таныдық, білдік, арқа сүйей аламыз. Бұрыннан таныс, қауіпсіз деп білдік. Ескі ауылға жаңа салт әкелме дейміз, өйткені жаңаның бұлыңғырлығынан қорқамыз. Тіпті өткеннің жаулығы да таныс, кем дегенде не істеу керектігін білеміз. Жаңа ше. Ол оңай емес. Жақсы да, жаман да шығар. Оңай да, ауыр да шығар. Бақытты да, бақытсыз да болуы мүмкін. Ойланып көріңізші, бір жерде 10 жылдан бері жұмыс істеп жүрген шығарсыз. Сіздің бастығыңызбен араңызда үлкен мәселе жоқ, бәрі бір қалыпты жүріп жатыр. Сіз өзіңіздің жұмысыңыздың қиындығына да, оның артықшылықтарына да үйренгенсіз. Сізді түнде ұйқыдан қалдырған ештеңе жоқ. Бірақ бір күні бастық компанияны басқа біреуге сатты деген хабар келеді. Жаңа бастық штатты да алды, ешкімді жұмыстан шығарып жатқан жоқ. Ол жүйенің қалай бар солай болғанын қалайды. Бірақ енді сіз үшін жағдай бұрынғыдай емес. Міне, белгісіздіктерге толы жаңа процесс, тәжірибенің жаңа өрісі осы жерден басталады. Сіздің ойыңыз шатасады, сезіміңіз шатасады. Сіз енді ары қарай не болатынын болжай алмайсыз. Ертең кейбір шешімдер қайта қабылдануы мүмкін. Мүмкін, сіздің өміріңіздің барлық тәртібі осы жолы өзгеріп кетер. Түнгі ұйқы жоқ, аузыңда дәм жоқ. Әп-сәтте бәрі ұшып кетті. Барлығы тым белгісіз, болашақты болжай алмайсың, ертең не болатынына қарасаң, көрініс бұлыңғыр, сондықтан бәрі қорқынышты. Мүмкін сіздің іскерлік өміріңіз бұрынғыдан да жақсара түседі. Мансапта биіктерге көтерілу мүмкіндігіне ие боларсыз. Сіз бұрын соңды жеңгеніңізден де жақсы нәтижеге жете аларсыз. Жаңа бастығыңызбен жұмыс істеу кезінде өзіңізді құндырақ және табысты сезінерсіз. Бірақ егер олай болмаса ше? Неғұрлым белгісіздік толқуға, қызығушылыққа, сергектікке және өміршеңдікке толы болса, соғұрлым нашар болады. Жаңа бұрын білмеген, бастан кешпеген дүние. Адамдар білмейтін нәрседен қорқады. Тіпті өзі білмейтін тамақты да жеуге тартынады. Ол білмеген теңізге кіре алмайды. Ол өзі білмейтін жолмен жүре алмайды. Ол танымайтын адаммен жүре алмайды. Ол өзі танымайтын дүкеннен сауда жасай алмайды. Тіпті өзі білмейтін авторлардың кітаптарын оқудан, өзі танымайтын режиссерлердің, актерлердің қойылымдарын көруден тартынатынын білесіз бе? Өйткені күннің соңында уақыт пен ақшаны жоғалту мүмкіндігі бар. Сондықтан кітап оқу, фильм немесе телехикая көру үшін де анықтамалар, мақұлдаулар, ұсыныстар қажет. Бұл кітап туралы не ойлайсыз? Сіздіңше мен оны оқуым керек пе? Бұл жақсы драма ма, оны көруге тұрарлық деп ойлайсыз ба? Қалай ойлайсыз, мен осы фильмге баруым керек, кинода уақытымды бекер өткізбеймін бе? Осы брендтің өнімдері сізді қанағаттандыра ма, мен де бірдеңе сатып алуым керек пе? Маған қатты ұнаған нәрселер болды. Бірақ мен сауда жасамадым, өйткені брендті білмедім, мен қорықтым. Мені жағымды кешке шақырды, бірақ мен қорықтым, өйткені ол мен танымайтын адамдарға толы болды, мен бармадым. Мен демалысқа барғым келді, бірақ бұл мен ештеңе білмейтін ел болғандықтан, мен саяхаттаудан қорқып, одан бас тарттым. Ол өте жақсы жұмыс ұсынысы болды. Бірақ мен осы компанияда 10 жыл жұмыс істеп келемін, мен оны қабылдамадым. Сіз білесіз бе? Біз белгісіздікке қарсы сақтық шараларын қолданып, жаңаға деген ыңғайсыздықпен ескіге тәуелді және адал болдық. Біз ескі құлдықты қауіпсіз және ыңғайлы деп таныдық. Сол таудың ар жағында күркіреген сарқырамалар болды. Сен не білесің? Суы лай болса да бұл жерде өзек бар. Жақсырақ гүлденген әлем болуы мүмкін. Мұнда кепілдік бар ма? Ақсақ дүниемізге жетпей жатқан нәрсеге шүкіршілік етейік. Сіз жақсара аласыз. Кім айтты? Мен де жақсырақ болсам ше?
Сіз өзіңізді еркінмін деп ойлайсыз, бірақ сіздің ақыл ойыңыз бүкіл планетаны тыныс алып, қадам басуға да жарамайтын үлкен түрмеге айналдырғанын көріп тұрсыз ғой. Жұмысқа барар жолда да жолыңызды өзгертуге батылыңыз жоқ. Бірақ боссыз ба? Сізде секторды өзгертуге және сүйікті салада жұмыс істеуге батылдық жоқ. Бірақ болашақтан үміт күтесіз бе? Өзіңізді түкке тұрғысыз сезінген қарым-қатынасты тоқтатуға батылыңыз жоқ. Бірақ сіз бақытқа лайық екеніңізге сенесіз бе? Бұл жағдайда сапалы өмір туралы айтуға бола ма? Жоқ. Біз тірі болу туралы сөйлесе аламыз ба? Жоқ. Еркіндік туралы? Жоқ. Жұмыс жайлы? Жоқ. Махаббат? Жоқ. Мұнда тек сүйреу бар. Тыныс алуда жұбаныш бар. Адам осы жағдайда біраз тұрғанда, біраз уақыттан кейін ол тыныс алуының да мағынасы жоқ деп ойлайды. Мағынасыз нәрсенің барлығын түсінуге тырысқанда құйын өседі. Ол мағынаны шашының түсінен іздейді, киген киімінен мән іздейді, күнделікті қиындықтарынан мән іздейді, әлеуметтік желідегі ұнатулардан мән іздейді, сүзгіден өткен фотосуреттерінен мән іздейді, қараған журналдарынан мән іздейді, және өзі оқи алмайтын кітаптардан мағына іздейді. Өзінің қарым-қатынасынан өзіне ұнамайтын мәнді іздейді, өмір тәртібінен өзі сүймейтін мәнді таба алмайды. Өйткені олардың ешқайсысында мағына жоқ. Мағынасы бар жол, білу, үйрену, дамыту, ашу және тоқтап қалмай жүруде. Жаяу жүру бұл жаңа жолдар, жаңа өмір, жаңа оқиғалар, жаңа сынақтар, жаңа күрес, жаңа тәжірибе. Жүгіру жолында терлеу жүру емес, ол жай ғана ақыл ойды басқару. Өзіңізді алдамаңыз. Тоқтап тұрып қалсаңыз да, өміріңіздің өтіп бара жатқаны туралы айтпаңыз. Бір орында қозғалып та терлейсіз. Сіз бір қадам алға баспасаңыз да шаршайсыз. Өміріңізге қараңыз, айналаңызға қараңыз. Егер пейзаж жылдар бойы бірдей болса, сіз жүгіру жолағынан да түспегенсіз. Неліктен біз бейтаныс адамдардан қорқамыз? Өйткені олар біз білмейтін нәрселер. Одан не шығатынын болжау мүмкін емес. Біз бірнеше қадам артқа шегінеміз немесе шетелдіктерге мүмкіндік бермейміз, солай ма? Өзіміз танымайтын иттердің басын сипау да мүмкін емес. Дегенмен таныс және білетін нәрседен жаңа ештеңе туындамайды. Қандай жаңа тәжірибе, қандай жаңа білім, қандай жаңа қадам күтесіз ескіден? Егер сіз есігіңізді тек таныстарыңызға ашсаңыз, сіз өзіңізді қайталай бересіз. Сондықтан адам өз-өзінен ең көп және ең жылдам жалығатынына сене беріңіз. Өйткені адам ретінде ішкі болмысыңыздың арқасында сіз әрқашан дамуға, жаңаруға, өсуге және зерттеуге ұмтыласыз. Бірақ сіздің ойыңыз ішкі құрылымыңызбен қайшы келеді. Сіздің бір жағыңыз жаңалық ашу арқылы өскіңіз келсе, екінші жағыңыз оның тәуекелдері туралы үлгілер жасайды. Сіздің ойыңыз сізді қорқынышпен қоршауға және тар кеңістікте қауіпсіз ұстауға жақсы үйретілген жануар сияқты. Ақыл, үлгілермен жұмыс істейтін механизм. Қалай? Ақылдың бірінші міндеті – сені тірі қалдыру. Қауіпті сезген кезде, ол барлық белсенді сезімдеріңізді өшіріп, адреналинді жоғарылату арқылы ол жерден мүмкіндігінше тезірек қашуға бағдарламалайды. Сіз қабаған иттен қашқан кезде несие картасын бөліп төлеу туралы ойламайсыз. Сіздің ойыңыз оған жол бермейді. Өйткені алдымен өзіңді сақтап, аман қалуың керек. Қабаған ит қауіпті екенін жазғаннан кейін, ол сканерлеп, осы ақпаратты қазірден бастап қабылдаған әрбір шешіміңізде сіздің алдыңызға қояды. Ол көшеден өтпе, қауіпті иттер бар. Итті көргенде жолыңызды өзгертіңіз. Ақыл ойдың үлгілермен жұмыс істеуінде тұрған ештеңе жоқ сияқты, солай ма? Ақылдың осы үлгілеу қабілетінің арқасында біз өмір сүре аламыз. Ақыл жабайы жануарлардың өлімге әкелетіні туралы деректерді жазып алған сәттен бастап, ол бұл ақпаратты әр мүмкіндікте пайдаланады. Ол бұл ақпаратты көлік шиналары кенет тежеу, немесе жаңбырлы ауа райында жоғары жылдамдықпен апатқа ұшыратуы мүмкін деген ақпаратты тіркеген бойда пайдалана бастайды. Ол бұл ақпаратты үлгілермен ұсынады. Көрген жаңалықтарыңызды, сезінген қайғыңызды әкелу әңгімелерді еске түсіреді. Дегенмен үлгі механизмі алған әрбір деректермен өз жұмысын жалғастыра беретінін ұмытпаңыз. Және бұл өте күшті манипуляция. Жүйелі түрде еркектер алдайды, әйелдер сенімсіз, үйде үй жануарын ұстау қиын, жұмыс ауыстыру қиын,
армандау қауіпті, шетелдіктер қан шертіп, дәл осындай үлгіде миллиондар туралы айтуға болады. Өкінішке орай, бұл ақпарат санамен берілмесе, біраз уақыттан кейін олардың барлығы психикалық түрмеге айналады. Ескіге жабысу арқылы қалыптасқан тәуелділік бірте-бірте құлдыққа айналады. Жұмысты өзгерту, немесе қарым-қатынасты тоқтату туралы айтпағанның өзінде, адамдар қорқыныш пен сенімсіздіктен көршілерін өзгертуге батылы бармайды. Қабылдаңыз. Белгілі нәрсе әрқашан қауіпсіз. Тозақ болса да, адам қандай отта екенін біледі, және соған сәйкес қарсылық түрін дамытады. Таныс нәрсе әрқашан кең жайлылықты қамтамасыз етеді. Сіз жұмысыңызға шағымданасыз. Бірақ, сіз қалай өзгерту керектігін білесіз. Сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызға шағымданасыз. Бірақ, сізде үйреніп қалған тәртіпті сақтауға деген бейсаналы бір тәуелділік бар. Сіз жалғыздығыңызға шағымданасыз. Бірақ кем дегенде сүйіктіңізді ренжітесіз. Сіз тұрып жатқан пәтеріңізге шағым айтасыз. Бірақ, сіз көршілес қабаттағы көршіңізге кілт қалдыра аласыз. Көлік көп, жол 2 сағатты алады, бірақ автобуста бос орындар табасыз. Бәрінде осы бірақ бар. Егер сіз сол жайлылық дегенді таңдайтын болсаңыз, жүгіру жолында терлеуді жалғастыра отырып, сіз тәуекелсіз, қалыптан шықпай, бақытсыз өмір сүруді жалғастырасыз. Сіз өмір бойы бір қадам алға баспайсыз да, көзқарасыңыз да аздап дамымайды. Тым болмаса аман-есенмін деп жұбануға тырысасыз. Қауіпсіз және бақытсыз. Әрине, бұл да таңдау. Сіз бұрын-соңды білмеген бақыттан гөрі үйреніп қалған азапты артық көресіз. Дұрыс немесе бұрыс таңдау жоқ, тек салдары бар. Мен нәтижелер туралы айтып отырмын. Білесіз бе, өз өмірін көрермен ретінде өткізетіндер өздерінің қауіпсіз шеңберінен шықпағандар. Олар басқа адамдардың әңгімелеріне ереді. Олар әлеуметтік желідегі немесе теледидардағы табысқа, бақытқа, батылдыққа, шытырман оқиғаларға, таланттарға, қарым-қатынастарға, өмірге, өндірістерге және басқалардың бастамаларына қарайды. Өздері әңгіме жазуға батылы жетпегендіктен, олар өз әңгімелерінің кейіпкерлері болып табылатындарға ызамен, шын мәнінде жасырын таңданумен қарайды. Батырлардың баршаны таң қалдырған бірегей жеңістері үлкен тәуекелдерге, күреске, қанға, көз жасына, жоғалтуларға, күйреулерге, жаңа амалдарды іздеу мен табуға, үмітке, сенімге және ешқашан берілмеуге деген жігерге толы. Олар әлемдегі ең қорқынышты, бірақ сонымен қатар ең бақытты адамдар. Біз оларға таңдана қараймыз. Бақыт қызғаныш тудырады. Бірақ тыртық іздер қорқытады. Сондықтан біз өз шекарамызда, өз тозағымыздың отында күйіп қала беруге дайынбыз. Зәулім сарайда ешқашан түшкірмей, жыламай, қымбат ойыншықтармен аман-есен өскен бала әлемдегі ең бақытты, ең дені сау бала емес. Дүниедегі ең бақытты бала, достарымен көшеде жүгіріп жүргенде жерге құлап, тізесін қанатып, жылап, жарасын таңып, жүгіре бере ағашқа өрмелеп, жеміс теріп, ағаштан құлап, аяғын сындырып, көз жасын төгетін, күндер бойы науқас төсегінде, мәрмәрлерін ұрлаған, жаңа мәрмәр ұтып алған, велосипеді сынған, мектепке жаяу барып, жаңа велосипед аламын деген арманымен оқыған, қыста мұрнынан су ағып, қолынан ыстық сорпа ішкен, ауырып сабаққа бірнеше күн бара алмаған, үзілісте жүгіріп сауыққаннан ләззат алған, қайта құлаған, тағы да жарақат алған, тағы да жылай берген бала қайтадан жерге құлаған, солай өмір сүрген бала. Мен оқиғаны осы жерден айтып бергенде, өте әсерлі шығатынын білемін. Көшеде өскен бала әлпештеп өсірген баладан әлдеқайда қауіпсіз өмір сүретінін байқау қиын емес. Сіз сенетін жер әлдеқайда қауіпті жер болуы мүмкін. Өмір бұл динамикалық процесс, тұрақты емес. Әр сәт тәуекелге толы және әр сәт шексіз қауіпсіз. Сондықтан тәуекелде, сенімде үнемі орын ауыстырып отырады. Сондықтан сіз білетін тозақ сіз білмейтін тозақтан қауіпсіз емес болуы мүмкін. Бақыт туралы айтатын болсақ, батылдық туралы да айту керек. Өкінішке орай, бақытсыздық бұл ештеңе істемеу және батыл адамдардың әңгімелерін көру. Барлық жақсы оқиғалар екі жолмен басталады. Не біреу жолға шығады, не қалаға бейтаныс адам келеді. Толстой. Жаңадан қорықпа. Ескі тым қауіпсіз деп ойламаңыз. Есіңізде болсын, жақсы әңгіме қалаға бейтаныс адам келгенде немесе біреу жолға шығуға батылы барғанда басталады. Әрине, ештеңеге кепілдік берілмейді. Бұл әдемі нәрсе емес пе? Соңында жеңіс, қайғы, өкініш немесе күрес бар ма? Сенімді емеспін.
Бірақ белгісіз нәрсе үшін батылдық жасау әрқашан жеңіске жеткізетіні анық. Жоғалтқаныңыз табысқа айналады, бұл жолдағы өкінішіңізде. Белгісіздікке қорқынышпен емес, қызығушылықпен және толқумен қараңыз. Өйткені онда бәрі бар. Барлық мүмкіндік мүмкін. Барлық ықтималдықта белгісізді қабылдаңыз. Өйткені ескі нәрселер сізді дамытпайды. Сіз өмірдің көрерменінен басқа ештеңе емессіз. Ойынды ойнау әрқашан оны қараудан гөрі қызықты және дамытады. Алаңда болу әлдеқайда қауіпті болса да, көрермен болудан гөрі қанағаттанарлық. Батыл болу. Жаңасына мүмкіндік беріңіз. Батылдық мүлде қорықпау дегенді білдірмейді. Бұл қорқынышқа қарамастан саналы түрде әрекет ету қабілеті. Батылдық жоқ жерде құлдық бар. Сіз еркіндікті таңдайсыз.